Түркі мемлекеттер ұйымының негізі даму жалпы кезеңдерін біз былай жалпылама алып қарайтын болсақ, тарихи тұрғыдан 3 кезеңге бөліп қарастыруға болады. Ол бірінші кезең біздің негізі тәуелсіздік алған жылдарымызбен тұспа-тұс келеді. Яғни ең алғашқы Түркі мемлекеттер ұйымының жиналысы 1992 жылы Түркияның астанасы Анкарада өткен болатын. Ол уақытта енді бұл жиналыстың атауы Түркі мемлекеттері президенттерінің саммиті деп аталатын. Бұл саммитте негізінде ол уақытта осы түркі мемлекеттер ұйымының негізі қаланғандығын. Бұл саммитте енді ол дәуірде өте маңызды ол Түркияның жалпы түркі әлемінің Түркияның президенті Түргүт Өзалдың бастамасымен түркі тілдес елдермен Түркия арасында экономикалық, саяси, мәдени, энергетикаға негізделген, транспорт, көлікке негізделген ынтымақтастықты басымдық қалған ең басты мынандай бір үлкен жиынға айналады. Бұл жиында негізі не қабылданады? Ең маңыздысы түркі тілдес елдері бұдан былай, яғни 92 жылдан бастап, қазіргі таңға дейін жыл сайын бір жиналып тұрып, осы әлемде болып жатқан оқиғалар болсын, аймақта болып жатқан оқиғалар болсын, өзара кейбір мәселелер болсын, соны бірге талқылап, ынтымақтаса шешеміз деген бір шешім қабылданады. Осы шешімдердің арқасында негізінде 1993 жылы Түрксо ұйымы құрылады. Одан бөлек Түркпа ұйымы құрылады, яғни парламенттер арасындағы ассамблея және мәдениетке негізделген Түрксо ұйымы. Жалпылама алып қарайтын болсақ, яғни 92 жыл бұл бірінші кезеңде ең бастысы Түркия бұл дәуірде түркі тілдес елдердің экономикалық тұрғыдан аяққа тұруына көмек береді. Одан бөлек көптеген гранттар бөледі, яғни түркі тілдес елдердің жас буындарын оқыту арқылы, заманауи білім беру арқылы бұл елдердің жайлап тәуелсіздігін күшейтіп, аяққа тұруына көптеген септігін тигізеді. Бұл бірінші кезең. Екінші ең маңызды кезең бұл 2009 жыл деп қабылдау керек. 2009 жылы негізі түркі мемлекеттерінің ұйымы, ол дәуірде түркі кеңесі деп аталады. Әзербайжанда үлкен саммит өтеді. Бұл саммитте енді бұған дейінгі, яғни түркі мемлекеттері президенттерінің саммитінің атауы түркі кеңесі деп өзгереді. Түркі кеңесі дегеніміз жалпылама түркі мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесі деп атау алады. Яғни бұл екінші кезеңде бұл түркі мемлекеттер ұйымы өзінің институционалдық құрылымдық бейнесіне ие бола бастайды. Енді бұл 2009-дан кейін өте маңызды тағы да құрылымдар құрылады. Түркі тілдес елдерінің арасында қарым-қатынастарды нығайтуға, Түркі академиясы мысалға, түркі мәдениеті және мұраны қолдау қоры құрылады. Көбінесе бұл түркі мемлекеттерінің ұлттық болмысын, тарихын зерттейтін көптеген жаңа ынтымақтастыққа негізделген келісім шарттар жасалады. Үшінші маңызды кезең негізі түркі мемлекеттерінің ұйымының дамуында ол 2021 жылы Стамбулда өткен жалпы мемлекет басшыларының саммитінде қолға алынады. Бұл саммитте енді түркі мемлекеттері ұйымының жалпы институционалдық құрылымдық бейнесі тәмамданады. Яғни оған дейін түркі кеңесі деп аталып кеткен ұйымның атауы 2021 жыл түркі мемлекеттер ұйымы деп атала бастайды. Сондай шешім қабылданады. Және ең маңызды екі жаңағы шешім қабылданады бұл саммитте. Ол біріншісі әрине түркі инвестициясы қоры құрылады. Екіншісі түркі әлемі 2040 даму стратегиясы қабылданады. Жалпылама осы стратегиялар аясында қазіргі таңда түркі тілдес елдер арасындағы ынтымақтастық күшейіп нығайып келеді. Қазақстанды алып қарайтын болсақ, жалпы яғни Қазақстан түркі мемлекеттер ұйымымен ынтымақтастығы қандай, қалай дамып жатыр, Қазақстанның өзінің мүддесі деген бір сұрақ туындайтын болса, әрине Қазақстан өзінің негізі ұстанымын алдыңғы саммиттерді маңызды Түрктайм деген ұранмен жариялаған болатын. Бұл ұран аясында негізі Қазақстан осы түркі әлемі 2040 стратегиясы деп қабылдаған даму жоспарын іске асырудың қадам-қадам өзі іске асырып келе жатыр. Негізі әрбір саммитті жалпы осы түркі әлемі 2040 стратегиясын жүзеге асырудағы әрбір қадамы деп есептеу керек. Қазіргі таңда мысалы Түркістан қаласында да өткелі жатқан негізгі бейресми саммит жасанды интеллект және цифрландыру тақырыбы аясында өтейін деп жатыр. Бұл да негізі жалпы осы түркі тілдес елдерінің алға қойған 2040-қа дейінгі даму стратегиясының бір маңызды қадамы деп есептеу керек. Енді Түрктаймда Қазақстан осы ұранмен қазіргі таңға дейін өзінің түркі тілдес елдермен ынтымақтастығын күшейтіп келе жатыр. Бұл Түрктайм қандай мағынаны білдіреді? Түрктайм дегеніміз бұл ағылшын тіліндегі бірінші әріптерінен тұрады. Мысалға бүйтіп Түрктайм деп алып қарайтын болса, бірінші tradition. Tradition дегеніміз ол дәстүрге негізделеді. Бұл не деген сөз? Қазақстанға бұл не береді? Біріншіден Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері өзінің алға қойып жатқан бірден бір мақсаты ол өзінің ұлттық болмысын, ұлттық бірегейлігін күшейту.
Енді Қазақстан осы түркі мемлекеттер ұйымында потенциалын пайдаланып отырып, түркі мемлекеттер ұйымы елдермен қарым-қатынастарын күшейтіп отырып, көптеген ғылыми зерттеулерді жүргізіп, өзінің ұлттық болмысын, ұлттық бірегейлігін күшейтпекші. Бірінші ұстаным осы, яғни бұл ұйым Қазақстанға ең бірінші ұлттық бірегейлікті күшейтуге үлкен үлес қосады. Біріншісі. Екіншісі, енді бұл жерде unification дейді, екінші несі. Unification дегеніміз ол бірлік деген сөз. Енді біздің қазақтардың өзінде де ата-бабаларымыздың айтып кеткен сөзі бар ғой, бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Қазақстан қазіргі таңда түркі мемлекеттері арасында осы бірлікті қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерді салып отыр. Өйткені Қазақстанның әлемдік деңгейде ұстанып отқан өзіндік бір ұлттық мүддеге негізделген кейбір позициялар, ұсыныстары бар. Бұл ұсыныстарға қазіргі таңда түркі тілдес елдердің барлығы қолдап отыр. Бұл қолдау өздігінен келген жоқ. Қазақстанның ұстанымы, Қазақстанның қазірге дейін ұстанған бейбітшілік саясатының арқасында бұны барлық түркі тілдес елдер қазіргі таңда мойындап отыр. Сондықтан бірлік бұл жерде өте маңызды бір қадам Қазақстан тұрғысынан. Үшіншісі негізі knowledge. Яғни knowledge білім ғылым мағынасын білдіреді. Қазіргі таңда қандай да бір жаңалық ашу үшін білім ғылым даму керек. Сондықтан Қазақстан қазіргі таңда бұл ұйым аясында осы білім ғылымды күшейтуге басымдық беріп отыр. Және ең бастысы жерде реформ деген несі де бар. Реформа дегеніміз, яғни түркі мемлекеттер ұйымы ішінде мемлекеттердің де мүддесін ескере отырып, бұл елдердің, яғни ұйымның бір қалыпта қалмауы, әрдайым әлемде болып жатқан жаңалықтарға өзін бейімдеп жаңарып отыруы. Бұл да өте маңызды Қазақстан ұстанымы. Өйткені Қазақстан бұл ұйымның біріккен ұлттар ұйымы сияқты бір қалыпта қалмауын негізі мүдделі болып отыр. Бұдан бөлек әрине тайм деген де өте маңызды. Бұл жерде енді қысқаша таймды айтып өтетін болсақ, ағылшын әріптерімен ол мысалға trust, investment, мысалға ең маңыздысы. Одан бөлек energy өте маңызды рөл ойнайды. Бұл қандай мағынаны білдіреді? Яғни бұл жердегі time дегеніміз, trust дегеніміз сенім. Қазіргі таңда әлемде көптеген шиеленістер орын алып жатыр. Бұл шиеленістердің негізінде мемлекеттер арасында сенім азайып жатыр. Ал Қазақстан қазіргі таңда түркі тілдес елдердің негізі сенімін күшейтуге барлық күш-жігерін салып, атсалысып жатыр. Ол ең маңызды қадамдардың біреуі. Бұл Қазақстанда мүддесіне. Негізі сенім бар жерде әрине Қазақстан өзінің де ұлттық мүддесін жүзеге асыра алады. Одан бөлек әрине бұл жерде investment, яғни Қазақстан қазіргі таңда бұл ұйым аясында өзінің экономикалық ынтымақтастығын, экономикалық инвестициялық қарым-қатынастарын күшейтуге баса қадам беріп отыр. Өйткені барлық нәрсе ынтымақтастық, экономика, инвестициядан басталады. Егер бұл түркі тілдес елдері экономикалық тұрғыдан бір-біріне тәуелді болатын болса, ертең кез келген жағдайда өздерінің экономикалық мүддесін ойлай отырып, олар бір-біріне қол ұшын созатындай деңгейге жетеді. Қазақстан міне осындай экономикалық қарым-қатынастардың негізі қалыпқа келтіруге басымдық беріп отыр. Үшіншіден ең маңызды нәрсе ол энергия, энерджи дейді, яғни энергиялық қауіпсіздік. Қазіргі таңда Қазақстан негізі Еуразия аймағында көлік, дәліздер, транспорттық тұрғысынан көптеген жаңа тораптар ашылып жатыр, орта дәліз тағы басқалары. Қазақстан соның негізі Еуразиядағы орталығына айналмақшы. Яғни сол дәліздердің барлығын Қазақстан өзінен өтуіне мүдделі болып отыр. Бұл тек қана Қазақстан емес, жалпы түркі тілдес елдердің барлығы да бұған мүдделі. Енді бұны жүзеге асыру үшін не істеу керек? Әрине энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. Сол үшін Қазақстан қазіргі таңда бұл ұйым аясында осы энергиялық қарым-қатынастарды нығайтып, көлік, дәріс, транспорттық қарым-қатынастарды нығайтып, бір жағынан өзінің тәуелсіздігін күшейтуге атсалысуды басымдыққа алып отыр. Тек қана бұл емес, әрине Қазақстан өздеріңізге мәлім, осы 2026 жылы бұл Қазақстанда жасанды интеллект және цифрландыру жылы болып табылады. Бұл түркі мемлекеттер ұйымының Түркістандағы осы бейресми жиналысы саммиті де осы тақырыппен тұспа-тұс келіп отыр. Енді бұған қатысты біздің президентіміз, аса құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы бұның алдындағы саммиттерде өте маңызды ұсыныс айтқан. Яғни киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету ұсынысы. Бұл киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету ұсыныс несі осы цифрландыру және жасанды интеллектпен тығыз байланысты. Яғни әлемдік деңгейде біз қазіргі таңда негізі транспорттық коридорлар, тағы басқа мысалға өтіп жатқан көлік дәліздерге негізделген жібек жолын жандандыруды мақсатстанып отырмыз. Бұл жібек жолын жандандыруда әсіресе мысалға жібек жолы жаңа цифрландыру жобасы іске асырылмақ. Әрине бұл түркі тілдес елдермен ынтымақтаса жүзеге асу өте маңызды. Себебі бұл құбырлардың, мысалға бұл көлік дәліздерін өтетін тораптарының барлығы түркі тілдес елдерінің территориясынан өтеді. Сондықтан жаңағы цифрлық жібек жолы бағытын нығайту бұл Қазақстан үшін өте тиімді.
Одан бөлек әрине Қазақстан қазіргі таңда әлемде болып жатқан оқиғаларға өте былай белсенді атсалысып, әртүрлі шиеленістердің алдын алу үшін енді аймақтық деңгейде болсын, әлемдік деңгейде өзінің қауіпсіздік тұрғысынан, тұрақтылық тұрғысынан өзінің үлесін қосып отыр. Қазақстан осы үлесті тек қана өзі емес, басқа да түркі тілдес елдердің де қосуына үлкен бір негізі мүдде танытып отыр. Сондықтан қазіргі таңда Қазақстан осындай үлкен жиынды, бейресми жиынды Түркістанда өткізу арқылы, бұл рухани астанамыз біздің, өте жаңағы түркі тілдес елдердің рухани астанасы болып табылады. Міне осында астанада әсіресе жасанды интеллект және цифрландыру жүйесі арқылы алдағы уақытта осы жібек жолы цифрландыруы, бұған осы киберқауіпсіздік мәселелері толыққанды қолға алып, алдағы уақытта бұл түркі тілдес елдер арасында жан-жақты ынтымақтастық өрбиді, дамиды деген біз үлкен үміттеміз. Және осы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері хронологияға қарасақ, ең маңызды деп танылған 5 саммит бар. Осы саммиттердің нәтижесінде Қазақстан қандай жетістіктерге жетті деп ойлайсыз? Қандай өзгерістер болды Қазақстанда? Енді Қазақстанды бетіп салыстырмалы түрде алып қарасаңыз, қазіргі таңда Қазақстан middle power дейді, яғни орта деңгейдегі күшке айналған ел. Қазақстан бұндай деңгейге оңай келген жоқ. Бұның барлығы қосымша осы түркі тілдес елдердің де көмегімен, мысалға Түркия өте ықпалды елдердің біреуі, оның да көмегімен осындай жетістіктерге жетіп отыр. Мен жаңағыны айттым, жалпылама бұл түркі мемлекеттері ұйымы өзі түркі әлемі 2040 даму стратегиясын қабылдаған болатын 2021 жылы. Қазіргі таңда барлық саммиттер осы мақсатты жүзеге асырудағы бір қадам болып есептелінеді. Сондықтан Қазақстан енді түркі мемлекеттері ұйымына мысалға белсенді атсалысу арқылы бір жағынан өзінің мүддесіне де жүзеге асырып жатыр деп қабылдау керек. Қазақстан енді өзінің мүддесіне болып табылады. Біріншісі өзінің тәуелсіздігін күшейту. Екіншіден әлемде болып жатқан оқиғаларды түрлі қауіп-қатерлер көбейіп жатыр. Бұл қауіп-қатерлерді азайтуды мақсат ұстанып отыр. Бұның барлығы әрине бір өзі мемлекет ретінде жүзеге асыру өте қиын. Ынтымақтаса, қолдау қажет. Ал бұндай қолдау көбінесе осы түркі мемлекеттерінен, біздің түркі мемлекеттер біздің бауырлас елдеріміз ғой. Тамырымыз бір, тіліміз бір, дініміз бір. Енді осындай елдердің қолдау арқасында Қазақстан әлемдік деңгейде көптеген ұсыныстары бар, ұлттық мүддеге негізделген. Өзінің экономикалық бағыты бар, инвестициялық бағыты бар. Осы бағыттар аясында көптеген іс-шаралар жүзеге асырып келе жатыр. Соның негізінде мысалға барлық саммиттерді, мен жаңағыны айттым, Қазақстан өзінің 2023 жыл төрағалық жасады түркі мемлекеттер ұйымына. Осы төрағасында Түрктайм ураны бар. Бұл Түрктайм уран жаңағыны қысқаша мен түсіндіріп айтып өттім. Бұл жерде ұлттық бірегейлік, инвестиция, экономика, бірігу, ынтымақтастықты күшейту, бұған бөлек білім ғылымды дамыту, қауіпсіздік мәселелері, көптеген энергетикаға негізделген мәселелердің бәрі қолға алынып жатыр. Бұл саммиттердің барлығы Қазақстанның негізі әлемдік деңгейде, тек қана аймақтық деңгейде емес, әлемдік деңгейде беделінің көбеюіне көптеген үлес қосып жатыр деп қабылдау қажет. Жақсы, рахмет.